Қайырлы күн. Бүгін біз картоп таяқшаларын жасайтын боламыз. Осындай дәмді, өте жұмсақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ең алдымен бізге керегі, алдымен суымызды қайнатып аламыз. Осы қайнап тұрған суға мен картопымды салдым. Осы картопты 25-40 минуттай пісіруге болады. Піскенін қарайсыздар ғой енді. Осындай картопымды мен пісіріп аламын. Азғантай тұз салдым. Міне менің картопым пісіп шықты. Картопым піскеннен кейін мен осылай езіп аламын. Картопқа қалауыңызша тұз, бұрыш, укроп салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да өздеріңнің қалауыңыз бойынша. Мен осылай езіп алдым. Ұн саламыз. Ұн салғаннан кейін осындай пакетке салып, мен холодильникке 30 минуттай қойып алдым, кішкене қатсын деп. Міне менің холодильниктен алғаным, енді осылай мен формаға келтірдім. Осылай жасасаңыздар болады. Кішкене жұмсақ болып жатса, қолға жабысып жатса, ұн салсаңыздар болады. Қызып тұрған майға осылай қуырып аласыздар. Жасалу жолы өте оңай. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Менің каналым ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, тіркеліп кетіңіздер каналыма. Бұдан да күшті менде рецептілер күнделікті шығатын болады. Осылай екі жағын аударып пісіріп ала бересіздер. Міне пісіп шыққаны. Осындай қылып жей берсеңіздер болады.